14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум, ардақты әулиеталық әлеумет. Жамбыл телеарнасының тікелей эфирінде қоғамдық талқылау хабары. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының орындалуы баршамыздың алдымызда тұрған басты міндеттердің бірі. Осыған орай биыл елімізде мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлау өткендігі белгілі. Ендеше бүгінгі қоғамдық талқылау алаңында бір жылда қандай жұмыстар атқарылды? Халыққа берген уәделер орындалды ма? Осы тақырыптарды қозғайтын боламыз. Бізге хабарласып, ой бөлісіп, тікелей байланысқа шықсаңыздар болады. Студиямыздың байланыс нөмірі 45-38-00. Құрметті телекөрермендер, ендеше бүгінгі біздің студиямызға шақырылған қонақтармен өздеріңізді таныстырып өтсек, Дауыл Ынтықбайұлы Бейсенқұлов, Аманат партиясы Жамбыл облыстық филиалының төрағасы, Асқар Бегәділі Абдуалы, партия облыстық филиалы жанындағы азаматтық қоғам мен мәдениетті дамыту жөніндегі Мирас аймақтық кеңесінің төрағасы, Ерлан Сабенұлы Мағзымбеков, облыстық мәслихаттың депутаты, сонымен қатар Елмира Елеусізқызы Абдинова, Тараз қалалық мәслихатының депутаты. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Әңгіменің әлқиссасын Дауыл Ынтықбайұлы өзіңізден бастасақ, жаңа айттық, сол сайлауда басым көпшілік дауыспен Аманат партиясы жеңіске жеткені белгілі. Бір жылда берілген уәделер орындалды ма, қандай жұмыстар атқарылды, қысқа нұсқа жеткізіп өтсеңіз? Кеш жарық қадірменді көрермендер, ең алдымен келген Рамазан айы баршамызға құтты болсын, ниет қабыл болсын дейміз. Жалпы өткен жылы наурыз айында өткен сайлау қорытындысы бойынша біздің барлық деңгейдегі мәслихат корпусы 75%-ға жаңарды. Оның 18%-ын жастар, 29%-ын әйелдер қауымы құрайды. Жалпы 205 мандаттың бізде жаңа өткен 75%-ы осы аманаттардың еншісінде. Енді сайлау алды бағдарлама халықпен бірге деп аталады. Бұл бағдарлама біз сайлауға нақты дайындықпен келген болатынбыз. Себебі оның алдында президент сайлауынан кейін барлық елді мекендерді, аудандарды аралай отырып, халықпен кездесе отырып, бұл енді бағдарлама кабинетте отырып жасалған құжат емес, ауыл елді мекендерді халықтың мұқтажын, аманатын бәрін осы біз қағазға түсіріп, осындай кең көлемді бағдарлама қабылдадық. 5 жылға арналған 103 көрсеткіш және 5 бағыттан тұрады. Жалпы жыл қорытындысымен өткен жылдың біз енді осы бағдарламаны іске асыруға негізгі бағыттардың бірі болып табылды. Барлық деңгейдегі депутаттар, фракция мүшелері, әр деңгейдегі мәслихатта өзіміздің фракцияның құрған болатынбыз. Олардың бақылауында болды. Түрлі деңгейдегі әкімдіктің бөлімдері, басқарма басшылары, сонымен қатар облыс басшысына дейінгі осы фракцияда есептерін тыңдаған болатынбыз. Бүгінгі күнге жалпы 6 мектеп, 14 денсаулық сақтау нысаны, оның ішінде 14 спорт мекемесі, сонымен бірге 10 шақырым жол салынса, 222 жол бізде жөндеуден өткізілді. Бұл жұмыс жалғасын табуда. Жалпы 5 жылға арналған бағдарлама аясында біз мысалы құрылыс нысаны болатын болса, партиялық бекеттер арқылы құру арқылы сол фундаментінен бастап, сол кез келген ғимарат пайдалануға берілгенге дейінгі түгел бақылау стадияларында қадағалап отырамыз. Бұл жерде біріншіден сапа, екіншіден сол берілген нысанның мерзімінде енді халықтың аманатын орындау негізгі міндетіміз. Соны аяғына дейін жеткізу осы біздің барлық деңгейдегі мәслихат депутаттардың қазіргі атқарып жатқан жұмыстардың негізгі бағыты болып табылады. Рахмет. Енді құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Бізге байланысқа шығып, Аманат партиясының жұмысына қатысты, немесе жалпы партияға қатысты сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Асқар Бегәділ, енді мынау партия ішінде көптеген комиссиялар бар. Енді қазіргі таңда осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жиі насихатталып келе жатқаннан кейін ел біле бастады осы комиссияларды. Бірақ енді өзіңіз ішіне кіріп жеке айтсаңыз, осы бұл комиссиялар нақты немен айналысады, қандай пайдасы бар жалпы халыққа? Жалпы қоғамдық кеңестердің соңғы жылдардағы
орны да, статусы да айқындала бастады. Соған сәйкес көптеген мәселелерді көтеруде, оларды тиісті мекемелерге, жергілікті билік органдарына жеткізуде атқарып жатқан жұмыстар өте көп. Соның ішінде облыстық Аманат партиясы филиалының жанындағы Мирас қоғамдық кеңесі бұл негізгі екі үлкен саланы қамтиды: азаматтық қоғам және мәдениетті дамыту мәселесі. Бұл екеуі де өте күрделі. Сондықтан бұл мәселе жөнінде жүйелі түрде жоспарға сәйкес, бекітілген кестеге сәйкес өткен жылы 4 отырыс өткізілді. Сол 4 отырыста біз көтерілген мәселелерге сәйкес 27 шешім қабылданған болатын. Сол 27 шешімнің 22-сі орындалды. 4-еуі орындалу жалғасуда, 2-еуі әртүрлі себептермен байланысты, көпшілігі қаражатқа байланысты кейінге қалдырылып отыр. Сондықтан Мирас қоғамдық кеңесі өзінің жоспарына сәйкес көтерілген мәселелерді сапалы өз деңгейінде өткізу және бақылау, атқарылатын жұмыстардың мониторинг жасау сияқты жұмыстар үнемі жүргізіліп отырады. Соның ішінде бір-екі мәселеге тоқталып кеткен жөн ғой деп ойлаймын. Жаңа 22 шешім қабылданды деп. Соның ішінде сіздер жақсы білесіздер, облысымызда 197 мәдениет үйлері мен әртүрлі клубтар бар. 197. Соның жұмыстарын сараптау барысында біздің арнайы құрылған комиссия мынандай жағдайларды анықтаған болатын. Осы мәдени үйлер мен клубтардағы бірліктердің аудан көлемінде әртүрлі болуы. Бір ауданда мысалы 15 бірлік берілген, бір ауданда 2 берілген. Енді ол түсінікті нәрсе, халықтың санына байланысты, елді мекемелердің санына байланысты, бірақ мұндай алғышарттық дұрыс еместігі жөнінде мәселені біз көтеріп, тиісті мекемелерге жеткіздік. Соған сәйкес бірқатар шешімдер қабылданып, осы өткен жылдың соңына қарай біршама жұмыстар іске асырылған болатын. Соның ішінде әсіресе жаңағы 197 бірліктің жетіспейтіндігі анықталды. Мәдениет үйлеріне. Соның қазір уақыттарда 30-40-қа жуық өзгертілді. Енді оның барлығы бюджетке байланысты нәрсе ғой. Жылдың басында бекітілген бюджетті тез арада бұза қойып, оған өзгеріс ендіру ол қиын нәрсе. Соған қарамастан жұмыс басталып кеткен болатын үлкен бір. Екінші бір үлкен көтерілген нәрсе бізде мына мемлекеттік тілді оның аясын кеңейту, практикалық қолдану шеңберін арттыру мәселесі. Бізде облысымызда бүгінгі таңда 499 мектеп бар, соның 168-і аралас мектеп, 4 мектеп таза орыс тілінде. Бұлай қараса, бағыт, тенденция жаман емес сияқты. Бір көңіл аударатын нәрсе біздің осы Мирас қоғамдық кеңесіне көтерілген жағдай. Бұл аралас мектептердің саны жылдан жылға азаюына қарамастан, әрбір мектептердегі сыныптардың саны әлі өзгермей отыр. Керісінше орыс сыныптары көбірек. Аралас мектептер қысқарды, ал орыс тілінде оқитын балалардың саны, сыныптардың саны көбірек болып жатыр. Мен әрине бұл мәселені әкімдік деңгейде алып шеше салатын жағдай емес. Бұл енді үлкен түсіндірме жұмыстар жүргізілу керек, мемлекеттік тілдің статусын көтеруіне байланысты келешектегі жастардың, жас мамандардың айталық өсуіне ешқандай проблема тудыру мәселесі деп, сондықтан бұл мәселені біз енді алдағы уақытта жүйелі түрде жүргізуге қолға алуымыз келіп отыр. Ол ең басты нәрсе ата-анамен, қоғаммен жұмыс істеу мәселесі. Өткенде құрылтайда президенттің айтып көрсеткенде мемлекеттік тілді ешқандай әкімшілік ресурстармен шешуге, жол беруге болмайды. Бұл енді өте күрделі және өте бірден шешуін қажет етуге қиындық тұратын жағдай. Сондықтан бұл жұмысты тағы да қолға алып отырмыз. Енді үшінші мәселе бұл мына кітапқа байланысты жастардың көңілін аудару мәселесі. Бұл енді түсінікті нәрсе, әлемдік үрдіс. Бүгінгі таңда енді біздің соның үшін өзімнің білетін мәліметім бойынша әлемдегі кітап ресурстардың, кітаптардың тек 15% ғана цифрландырылған. Ал енді қазір жастар кезген нәрсені қысқартылып берілген сол интернеттен алып, соған сабағына дайындалады, жоғарғы оқу орнының студенттері рефераттарына пайдаланады, дипломдық жұмыстарына пайдаланады, бірақ терең оқу мәселесі жоқ. Сондықтан биылғы жылы әсіресе осы кітапқа деген көзқарас, кітапты пайдалану, оның аясын кеңейту сияқты мәселелер қолға алына бастады. Сол бағытта жұмыс істейсіздер? Сол бағыттарда. Тағы бір бағыт нәрсе, мынау енді мәдениет өзі негізінен екі саладан тұратыны біледі, сол материалдық салаға байланысты. Бізде көптеген тарихи ескерткіштер көп, музейлер көп,
бірақ оны пайдалану, оның тиімдік жақтарында көптеген шешілмей жатқан мәселелер бар. Соған байланысты бірқатар ұсыныстар білім басқармасына берілді. Мектептерде оқушыларға осы экскурсия ұйымдастыру мәселесі, содан кейін туризмді күшейту мәселесі сияқты мәселелер көтерілді. Міне осындай жұмыстар бір жылдың ішінде 4 отырыста, жаңа айтып кеттім, 27 шешім қабылданып, оның 22-сінің орындалуы енді жаман көрсеткіш емес қой деп. Бізде жалпы мынау цифрландыру қанша пайызды құрайды екен Жамбыл облысында? Ол туралы ақпарат бар ма? Кітаптарды ма? Кітаптарды. Енді ол тура ол жөнінде мәлімет айта қою қиын шығар. Бұл үрдіс жүріп жатыр. Себебі соңғы 10 жылдың ішінде атқарылған жұмыстар өте көп. Бірақ мен жаңа айттым, әлемдік деңгейде ол 15% құрайтын болса, енді мен анық қазір айта алмаймын. Бұдан сәл көтеру шығар. Рахмет. Бізде байланыста телефон бар. Көрермендерді қосып отырайық. Тікелей эфирдеміз. Тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Мен Месқоданнан звондап тұрмын. Құрметті Дауыл Исмайылұлы, осы партияның ауыл аманаты жобасы аясында аудан орталықтарының тұрғындарына да беріле ме? Жақсы. Ауыл аманаты. Енді кейінірек тағы да тоқталып өтірім. Ауыл аманаты жобасы республикалық деңгейде өзінің тиімділігін көрсетті. Өздеріңізге белгілі, құрметті көрермендер, бұл 2019 жылы пилоттық негізде Жамбыл облысынан басталған болатын. Енді қазір барлық облыста іске асуда. Биылғы жылы тағы да 18 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Жалпы жобаға барлық ауылдық елді мекен тұрғындар қатысылады. Ол аудан орталығы болсын, елді мекен болсын. Тек қана қазір енді бізде моно қалалар, шағын қалаларда мәселені көтеріп отыр. Қаратау, Жаңатас, Шу қаласы сияқты тұрғындар бұл жобаға әлі де кірген жоқ. Себебі олардың қаланың статусы болғандықтан. Жалпы ауыл аманаты жобасы қазір 5 бағыт бойынша іске асуда. Оның негізгі бөлігі енді облыс ауыл шаруашылығы саласында болғандықтан қазіргі барлық осы кезге дейінгі 45 миллиард теңгенің 70% тұрғындардың өтінішімен бұл мал өсіру, мал бордақылау саласына кетіп қалды. Енді мал өсіргеннен кейін сәйкесінше сол елді мекенде жайылым жерлері қазір үлкен проблемаға айналып отыр. Бізде енді бұл бағытта жер аманаты жобасы іске қосылды. Бұл өткен жылы пайдаланылмай жатқан ауыл іргесіндегі осы 208 мың гектар жер мемлекет тарапынан халықтың пайдалануына қайтарылып отыр. Бұл жұмыс жалғасуда, биыл 100 мыңнан аса жерді қайтару жоспарда бар. Ауыл аманаты жобасын бізде ол ауыл шаруашылығы басқармасы жүзеге асыра ма, әлде сіздер атқарасыздар ма? Негізгі бізде барлық филиалда ақпараттық қолдау орталығы бар. Кез келген ауылдық елді мекендегі азамат сол біздің орталыққа келіп тегін консультация алады. Жобаны қай бағытта жасауға болады, қандай пайызбен несие беріледі, оның шарттары қандай түгел біз енді облыс орталығына тұрғындардың сандалмасы үшін сол өзіміздің жергілікті филиалдарда осындай ақпараттан орталықтарын ашқан болатынбыз, келген аз бір келуге болады. Сонымен бірге осы жобаны мейлінше тұрғындарды қамту мақсатында енді кәсіпке үйрету. Біз енді осы мамыр айында Меркі ауданында аманат оқу әдістемелік орталығын ашуды жоспарлабымыз. Ондағы мақсатымыз осы аманат жобасына қатысушыларды кәсіптің түрлі бағытына үйрету. Кез келген азамат кәсіпті алып кете алмайды ғой, сондықтан неден бастау керек, қанша мал алуға болады, қанша өсімдіктің қандай сортын егуге болады, оларды күтіп баптау деген мәселелерді біз бір апта бойы кез келген азаматты оқуға осындай орталық бағытында жұмыс жасайды. Жақсы, рахмет. Енді бұл ауыл аманаты мәселесіне хабарымыздың барысында тағы да тоқталып өтерміз. Енді біз байланыста тікелей эфирде тағы да бір көрерменіміз бар екен. Қосып отырайық. Алло. Алло. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды. Менің сұрағым бар еді. Біріншісі, сайлау жеңіске жеткен билік партиясы мына қазіргі қымбатшылықты ауыздықтауға не істеп жатырсыздар? Одан кейін сұрағым, облыста аманат партиясы атынан сайланған депутаттар саны қанша? Олар не тындырып жүр? Сіздерде жалпы осы туралы есеп, жалпы нәтижесі қорытындысы бар ма? Рахмет. Жалпы жаңағы сайланған депутаттар бойынша бізде өздеріңіз білесіздер, облыстық мәслихатта 36 мандаттың 27-сі осы аманаттықтарға тиесілі. 27 мандат, бұның тең жартысы партиялық тізіммен сайланған азаматтар. Яғни біздің облыстық партия конференциясында арнайы партиялық тізім қалыптастырылады. Сол арқылы 50-де 50, яғни 50 партиялық тізім, 50
мынау мажоритарлық жүйемен, яғни бір мандаттық жүйемен сайланғандар. Олардың саны 12 адамды құрайды. Бізде барлық округтарда жеңіске жеткен жоқ, 75%. Осы 27 депутат енді әрқайсының жұмыс жоспарлары, жеке жұмыс жоспарлары бар. Барлық депутаттарымыз енді жаңа Асқар Бегелдич ағамыз айтып кетті. Мирас қоғамдық кеңесінен басқа бізде тағы да 9 кеңес комиссия жұмыс істейді. Оның ішінде мысалы білім мен денсаулық сақтау дамыту бойынша әлеуметтік жағынан тағы бір кеңес бар, өңірлік даму кеңесі бар. Сонымен қатар аграрлық сала мен кәсіпкерлікті дамыту жөнінде кеңесіміз бар. Экологиялық кеңес бар. Осы кеңестерде барлық депутаттар өздерінің тиісті атқаратын саласына қарай негізгі жұмысынан бөлек сол комиссияда жұмыс жасайды. Сонымен қатар бізде фракцияға біріктірілген фракция жұмысында әр депутат өзінің сол сайланған округінен сайлаушылармен кездесу, тұрғындарды қабылдау, сонымен қатар сол аймақтағы тиісті мәселелерді облыс деңгейінде шешу мәселесіне алып салысып келеді. Әр депутаттың өзінің жеке жұмыс жоспары бар. Негізгі мақсат, осы жаңа айтып өттім, халықпен бірге сайлауалды бағдарламаны іске асыру бойынша бізде жол картасы қабылданған. Сол жол картасының әрбір тармағы біздің жаңағы 27 депутатқа бекітіліп берілген. Солар жұмыс істейді. Иә, солар жұмыс істейді. Так, бірінші сұрақ анау жаңағы қазір қымбатшылыққа аманат партиясы әсер ете ала ма дейді. Қымбатшылық бойынша бізде бағаны бақылау бойынша мониторинг топ жұмыс жасайды. Облыс орталығында, аудандарда. Енді бағаның нарық бағасына бұл жерде кәсіпкерлік мүдделері бар. Кейбір мысалы кәсіпкерлеріміз сол белгілі бір себепті пайдалана отырып бағаның негізсіз өсуіне әкеліп соғады. Біздің негізгі мақсатымыз осы дәрі-дәрмек болсын, ауыл шаруашылық тауарлары болсын, бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу. Енді нарық бағасына тікелей өзіміз партия тарапынан әсер етпейміз, дегенмен сол жер белгілі бір жердегі бағаның, мысалы шекті бағаның, үкімет белгілеп берген бағаның одан аспауына біз тікелей мониторинг топтар арқылы сол кәсіпкерлік нысанның иесіне тиісті ұсынысымызды айтып, әлеуметтік желі арқылы оның жаңағыдай жұмысын сынауға, болмаса негізсіз баға өсуіне қалыптасқан жағдай түсіндіруге. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы. Жақсы, рахмет. Енді Ерлан Сәбенұлы, сұрақ өзіңізге. Жалпы қазір көріп тұрсыздар, көрермендерді айтып жатыр. Жалпы депутаттар не істейді деп кейбір адамдар білмеуі мүмкін. Сосын халық арасында мынандай пікір бар, депутат сайланғанша уәдені береді де, ары қарай уәдесін ұмытып кетеді деген сияқты. Осыған байланысты жалпы не айтасыз? Сіз енді қандай бағдарлама болды сізде, қай округтан сайландыңыз және не істеп жатсыз бір жылда? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Мен Жуалы ауданы бойынша аумақтық округтан сайландым. Бұл жерде Жуалы ауданының сайлаушылары және Жамбыл ауданының 3/1 бөлігінің 11 елді мекеннен бас аяғы. Былтырға міне бір жыл болды сайлауға. Енді сайлаудың алдында барды. Мен өзім әлеуметтік саланың өкілімін. Білім салалық кәсіподағының өкілі болғандықтан менің бағдарламамның негізгі дені осы әлеуметтік саланың мәселелері, әлеуметтік саланың әлеуметтік сипаттағы мәселелер болды. Сол өзімнің қызмет аймағыма қарай облыстық мәслихаттағы әлеуметтік салалар, жастар ұйымдарымен, қоғамдық ұйымдармен құқықтық тәртібі жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасын бүгіндікке. Енді депутат белгілі бір округтен сайланғанмен, ол тек қана сол округтың ғана кетпен шауып, округтың ғана мәселесін көтермейді ғой. Әрине, негізгі біздің бағдарламамыз сайлау алдындағы осы округтың мәселелеріне ең алғашқы қадамның бірі осы мандат иеленгеннен кейінгі ол аудандық билік өкілдеріне жалпы барлық ауылдарда, барлық елді мекендерде әр санаттағы тұрғындармен кездесудегі айтылған негізгі кезектегі уәждер. Олардың әрине басым көпшілігі ол мынау әлеуметтік экономикалық мәселедегі ол жолға байланысты, жылуға байланысты, мектеп құрылысына байланысты, әлеуметтік саланың құрылыстарына байланысты, нысандарға байланысты, жұмыстыққа байланысты. Олардың барлықтары мен енді Аманат партиясының мүшесі ретінде бір мандаттық округтен сайланған депутатпын. Сол себепті біздің бағдарламамыз ба, жұмыс сипатымыз барлығы осы Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасының аясында. Енді нақты бір жылдың ішінде қандай мәселелерді өзімнің тарапынан көтеріп депутаттық сауал жолдап қозғау салған мәселелердің ішінде ең алғашқылардың бірінде бұл мынау Жуалы ауданындағы айналма көпір мәселесі. Бұл мәселені біз мына құқықтық тәртіп қаралған былтыр сессияда, соның аясында облыс билігінің алдына қойдық. Себебі мынау Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізі бойынша дәл Жуалы ауданының бойында айналма көпір уақытында салынбай қалған. Бұл өте қауіпті жағдай тудырады. Жуалының қысын білесіздер. Осы мәселені көтердік. Әрине ол жерде енді тиісті құзырлы органдардың барлықтарын жауап алдық. Өкінішке орай
14 жыл толмаған бұл дәлізге жаңағы модернизация жасамайды деген, бірақ біз осы аймақтың басшысының алдына, осы фракцияның алдына берген есебінде тағы көтердік. Бұл мәселе шешу керек. Ауылға барғанда тұрғындармен жолыққан кезде екі тұрғын кездесетін болса, соның біреусін көтеретін мәселесі осы айналма көпір Жуалыда өте жоғары, жаңағы қауіптілігі жоғары. Екіншісі темір жол көпірі. Енді темір жолдың көпірі бойынша енді біздің аймақтан сайланған депутат, бүгінгі күні мәжіліс депутаты Мұқаш Дулқарнайұлының бастамасымен бұл мәселенің бір жағына шықты. Келесі бір мәселе бұл құрылыстардың сапасы. Енді әлеуметтік нысандарға қаржы бөлінбейді емес, бөлініп жатыр. Жаңа Дауылтықпай айтып кетті, партиялық бақылау деп. Дегенмен партиялық бақылау бар, мемлекеттік бақылау бар. Бүгінгі күні ол ешкімге жасырын емес, әлеуметтік нысандардың сапасының төмендігі. Бір ғана мысал айтайын, осы мен депутаттық мандатқа иеленген алғашқы айдан бастап, бүгінгі күнге дейін бір жыл уақыт болатын болды. Жуалы ауданындағы Дихан орта мектебі биыл екінші оқу жылы ғана тек қана оқушылар оқып жатыр. Мектеп айтқан кезде енді үгітіліп жатыр. Ол мәселені бірнеше рет выезд жасадық. Мердігердің жаңағы хат алмасу жасадық. Шетінен 5 жылдық мерзім бітпеген, бірақ о баста сапасыз болған құрылыс, ондай құрылыстар, бітпей қалған құрылыстар, сақалды құрылыстар өкінішке орай біздің облысымызда аз емес. Осы мәселелердің біразы депутаттық зерделеудің барысында көтеріп әр деңгейде. Келесі бір мәселе мынау әлеуметтік сақтандыру қоры. Әлеуметтік сақтандыру қоры әсіресе мынау білім саласы, медицина саласы, мәдениет саласы қызметкерлерінің демалыс кезеңдерінің ұзақ 30 күннен асталатын барлықтары демалысқа шыққанда әлеуметтік төлемдерден қағылып қалады. Осы үлкен мәселе, бұл заңнамалық тұрғыда реттелмеген мәселе. Осы бойынша депутаттық сауал жасап, енді осы әлеуметтік қазіргі жаңа министрдің бастамасымен әлеуметтік сақтандыру заңнамасына байланысты өзгерістер енгізіледі. Соның ішінде ұсыныстар осы біздің облыстан да осы мәселенің аясына жолданды. Келесі бір мәселе, осы соңғы 2-3 айдың көлемінде қаралып жатқан, бұл да көпшілікке байланысты. Бұл енді мен осы жалпы Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасының 3 жаңағы тармағына жауапты болып табылам орындалуына. Соның ішінде мектептердің құрылысы. Мектептердің құрылысы бойынша жайлы мектеп құрылысы бар. Біздің облыста осы 24-25 жылдар 12 жайлы мектеп соғылу керек. Сол жайлы мектептер бойынша бүгінгі күні проблема бар. О проблеманың біреусі Жамбыл ауданы Шайқорық ауылының аумағында соғылу керек. Бүгінгі күні жер мәселесі әлі реттелмеген. Осы 3-ші ай болатын бұл азаматтардың, тұрғындардың өтініштері бойынша мәселе ашық күйде қалып отыр. Сол Шайқорықтағы мәселеге араласып жатсыздар ма сіздер? Біз Шайқорықтағы мәселемен тікелей біздің комиссия араласып отырмыз. Жария тыңдау өткіздік. Бұрын соңды мәслихаттың тәжірибесінде болмаған осы әлеуметтік комиссияның бастамасымен жария тыңдау өткіздік. 2 рет ауыл тұрғындарымен кездесу жасадық. Бірнеше құзырлы органдармен мәслихаттың аясында кездесу жасадық, бірақ бүгінгі күні мәселе шешілген жоқ. Себебі заңнамалық түйткілдер бар, бірлі-жарым азаматтардың кішкене ақпараттық теріс беру мәселесі бар. Сол себепті бүгінгі күні нүктесі қойылмаған мәселе осы Шайқорықтағы мәселе отыр. Келесі бір үлкен енді әлеуметтік мәселенің бірі мынау қаржы бақылау органдары білесіздер, Талдықорғанда, Қызылорда, Ақтөбе, Түркістан облыстарында білім саласындағы есепшілердің тарапынан көп заң бұзушыларға байланысты. Біздің облыста бұл мәселе көтеріліп, бірақ еңбек қатынастарында сол азаматтардың тексерілген азаматтардың құқықтары бұзылу бойынша маусым айынан бері қазір осы жүздеген мыңдаған адамдардың құқығына байланысты мәселе. Ол менің негізгі кәсіби қызметім кәсіподақпен, екінші жағынан осы мәселені реттеу бойынша депутаттық мандатында ортаға салып шешіліп жатқан мәселелердің бірі. Одан бөлек енді заң шығарушы орган мынау парламент мәжілісіндегі әлеуметтік даму комитеті бар, Асхат Аймағамбетов басқаратын. Соның құрамындағы білім, ғылым, мәдениет саласы бойынша жаңа заңнамаларды қарастыру, сол жұмысшы тобының мүшесі ретінде ол кісілермен байланыстар бар. Енді бірнеше мәселелер. Енді жалпы тағы бір мәселені айтып кететін болсақ, мынау Аманат партиясының бастамасымен депутаттар форум болған. Сол жерде министрліктің артында біз осы облыстағы Аманат фракциясының атына бірнеше мәселе көтердік. Соның ішінде іргелік лауазымдық жалақының мөлшері туралы, ең төменгі жалақының мөлшері туралы және бірқатар заңнамалық актілер туралы сол жаңа өзінің деңгейіне қарай ұсыныстарды енгізген. Енді қоғамдық талқылаулар бойынша, қоғамдық мәселелер бойынша сұрақтар өте көп. Оның біразы қағазға түседі, біраз қағазға түспейді. Депутаттық зерделеудің барысында бірлі шешіледі, бірақ біздің бағдарламамызда, біздің уәделерімізде 5 жылдық мерзімге реттелген. Сол себепті оны уәденің орындалуы бойынша осы 5 жылдың көлемінде орындалатын мәселелердің бәрі кезек-кезекпен қойылған. Көбісі қаржыға тіреледі. Жақсы, Ерлан Сәменұлы, енді түсінікті. Мынау енді жаңа
айтып жатырмық қой, депутаттар не істейді дегенде, шын мәнісінде бізде 27 депутат болса, аманаттан бір депутаттың өзі қаншама мәселемен айналысып жүр. Қазір мысалға жаңағы Жуалда көпір мәселесі, енді халық үніне құлақ асатын мемлекет деп отырмыз. Бұның бәрі халықтың сұранысы, талап тілегі. Эльмира Елеусізқызы, мынау енді өзіңізге сұрақ, бастауыш партия, қалалық мәслихат депутатысыз ғой. Бастауыш партия ұйымдары бар. Соны ажыратып айтып берсеңіз халыққа, көрерменге не істейді олар жалпы? Рахмет. Жалпы бастауыш партия ұйымы бұл халықпен етене жұмыс жасайтын құрылым. Мен енді өзім мәдениет саласынан болғандықтан Ұлан бастауыш партия ұйымының төрайымымын. Біздің Ұлан бастауыш партия ұйымы өзі негізінен 13 кіші топтан құралған 178 адам бар бізде. Бізде енді осы Ұлан бастауыш партия ұйымында айтып кететін болса білім саласы, мәдениет саласы және спорт саласы болғандықтан, негізгі қызметіміздің бағыты солай болғандықтан, біз әрқашанда елдің ортасында жүреміз. Елдің мұң-мұқтажын жете түсіне біліп, ол кісілерге қолдан келген көмектерімізді көрсетіп, әртүрлі форматтардағы іс-шараларды ұйымдастырамыз. Әрине, бастауыш партия ұйымдарының басты бағыттарының бірі бұл Аманат партиясының қолға алған ірі жобаларымен жаңағы бағдарламалық партиялық ұйымдастырушылық және ақпараттық бағытта үлкен жұмыстар атқарылады. Сонымен қатар жаңа жоғарыда айтып өткен Аманат партиясының көптеген жобаларында да осы біздің Ұлан бастауыш партия ұйымы жан-жақты жұмыс атқарып отыр. Айтатын болса, бұл бақытты отбасы жобасы аясында, ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында, сонымен қатар жастар отанға жобасы аясында үлкен жұмыстар атқарылады. Сол себепті Ұлан бастауыш партия ұйымының негізгі мақсатына келетін болсақ, бұл партияның жарғылықты мақсаттары мен міндеттерін, бағдарламаларын жағы елге жеткізу, түсіндіру, жан-жақты мағлұмат беріп, және халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасау. Бастауыш партия ұйымының негізгі мақсаты осы. Рахмет сізге жауабыңызға. Енді Дауым Тұқпайұлы, жалпы енді бір кездері осы партия десе көптеген жаңағы флешмобтар, орталық алаңдағы түрлі іс-шаралар еске түсетін. Қазір енді мына өзімізде баспасөзден оқып жүрміз, көріп жүрміз, түрлі мына қоғамға қажетті маңызды іс-шараларға кірісе бастадыңыздар. Соларды атап өтсеңіз, енді нәтижесі бар ма жалпы солардың? Жалпы біз 2022 жылы партия реабилиттен өтіп жұмыс істеу бағытын өзгертті. Бұрындары біз есігімізді ашып, халықты өз қабылдау бөлмелерімізде күтіп отыратынбыз. Қандай мәселемен келеді екен деген сияқты. Қазір енді мобильді қоғамдық қабылдау желісі іске қосылды. Яғни тиісті облыс деңгейінде, аудан деңгейіндегі мекеме басшылары, аудан басшылығы бар, облыс басшылығы сол елді мекенге барып, сол жерде мобильді қабылдау, яғни тікелей сол тиісті жоспарымыз бар, графигіміз, сол кестеге сәйкес айына 2 рет біз барлық елді мекенді осы жыл бойына қамту жоспарымыз да бар. Жалпы баяғыдай кезіндегі мынау енді көз бояйтын бір флешмобтар, жаңағыдай жастарымыз болсын, жаңағы бюджет мекемелерін қинап, жаңағы алаңға шығарып бір түрлі шерулер деген сияқты, енді қазір ондайдың заман өтті. Жақсы бір арзан ұран, жалған сөз деген мәселенің қазір аулақпыз. Қазір енді біздің партияны айта өтетін бір негізгі жобалардың бірін тоқталып кетсем, бұл жоба қарызсыз қоғам деп аталады. Өткен жылдан бастап Халық банкімен бірлесе меморандумға отырып, біз халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру мәселесін қолға алған болатынбыз. Ондағы мақсат, яғни елдің қазір статистикаға сүйенсек, біздің Жамбыл облысында мысалы 100 мыңнан аса тұрғынның түрлі деңгейдегі банктерге, қаржылық ұйымдарға қарызы бар. 2-ден 3-ден деген сияқты. Бұл енді тікелей сол отбасының бюджетіне, жалпы халықтың әл-ауқатына әсер етеді. Оны айналып келгенде біздің экономикамызға нұқсан келтіріп отыр. Сондықтан осы қаржылық отбасылық бюджетті қалыптастыру, өз кәсібін ашу, қарыздан қалай құтылу, неден бастау керекті, халықты тегін оқытып, өткен жылы 11 мыңнан аса қамтылдық. Биыл енді сол партиямыздың жобасын басқа екінші деңгейдегі 8 банк қолдады, бірігіп қазір 8 облыста іске асқан болатын, биыл республика деңгейіндегі барлық облыстар қосылды. Енді құрметті көрермендер, осы мүмкіндікті пайдаланып сіздерді қазір қарап отырсақ, кез келген отбасында жоқ дегенде бір банкте кредиті бар. Ол просрочка болмасын, енді бюджетті жоспарлау, ол әр қайсымыздың өзі қаржылық сауаттылыққа байланысты. Сондықтан біз осы жобаны іске қосып, 5 күн бойы халықты, кез келген тұрғындарды алдын ала жазылуға да болады. Біз енді әлеуметтік желіде
қай кезде, қай ауылда, қай елді мекенде, қай ғимаратта осында оқыту болатын. Бұны арнайы дайындалған 8 тренеріміз бар. Арнайы оқудан өткен білікті мамандар, яғни тек қана мына қаржылық сауаттылықты емес, бюджетті жоспарлау, өз ісін қалай ашуға болады, бизнес планды қалай жасау керек, оны неден бастау керек. Екінші, мысалы 3-4 банкте қарыз болса, олардың қарызын жасау, жаңа келіссөздер банктермен жүргізу мәселесін біз өз мойнымызға алғанбыз. Алдағы уақытта бұл енді тек қана үйде отырған, болмаса бір жұмыс істейтін азаматтарды емес, біз енді колледж бен жоғарғы оқу орындарының студенттерін де осы бағытта оқуда бастамақшымыз осы жаз айында. Бұл жоба тағы да 3 жылға созылады. Келесі жылдан бастап жоғары сынып оқушыларында осы кәсіпкер қазіргі сауаттылық, қаржылық сауаттылық мәселесіне оқытуды біз алға қойып отырмыз. Жақсы, рахмет. Енді мынау келесі сұрақ Асқар Бекәліұлы өзіңізге. Мынау енді өзіңіз облысқа танымал азаматсыз, елімізге танымал зиялы қауым өкілісіз. Енді осы мынау партияның комиссия төрағалығына немесе мүшелігіне осындай елге белгілі азаматтарды, бұрынғы аудан әкімдерін, бұрынғы мынау басқарма басшыларын тартқан дұрыс деп ойлайсыз ба жалпы? Енді олардың өмірлік тәжірибесі бар ғой жалпы? Сұрақ дұрыс, бірақ біз бұға дейін бұл мәселені өз деңгейінде қарастырып шешіп келе жатырмыз деп ойлаймыз. Біздің Мирас қоғамдық кеңесінің құрамында тек Аманат партиясының мүшелері ғана емес, елімізге танымалы, соның ішінде жастардың ішінде танымалы көптеген жастар бар, көптеген блогерлер бар, басқа партияның мүшелері бар. Бірақ біздің айтайын деп отырған нәрсеміз, біздің партияның 27 жылға дейінгі қабылдаған сайлауалды бағдарламасы халықпен бірге деген. Сондықтан біз халықты айталық, Аманат партиясымен біргесіздер, болмаса басқа партиямен біргесіздер, болмаса мемлекеттік емес ұйымдарсыздар деп қарау принципі жоқ. Сондықтан Мирас қоғамдық кеңесінің үлкен саласы бұл азаматтық қоғамды дамыту мәселесі. Бұл өте күрделі мәселе. Сондықтан биылғы жоспарға да, алдағы уақытта да біз осы бағытқа көбірек бөлуіміз керек қой деп ойлаймыз. Себебі халықтың мұқтажы, халықтың мүддесі, халықтың қойып отқан мәселесі ол еліміздің дамуына тікелей бағыт беретін үлкен фактор болып табылады. Қоғамдық кеңес болғаннан кейін біз қабылдаған шешімнің барлығы бірден әкімшілік, болмаса қаржылық ресурстарды алып кете алмайды. Біз осы көтерілген мәселені жергілікті билікке, салалық басқармаларға дер кезінде жеткізіп, бірлесе отырып ақылдасып, оның шешу жолдарын іздеуіміз керек қой деп ойлаймын. Мына соның ішінде бір екі мәселеге көңіл аударғым келіп отыр. Біздің отырыстарымызда бұға дейін көтерілген үлкен мәселе бұл біздің облысымызда өнер колледжінің болмауы. Ол енді қазір айтады, Абай атындағы гуманитарлық колледжде бар, Тараз мемлекеттік университетінде мәдениеттану білім бағдарламасы бар дейді. Бір ескеретін нәрсе, бұлар білім мекемелерін дайындайды ма? Мектепке дейінгі, о жерге дейді. Ал енді мәдениет үйлеріне дайындау бұл бөлек сала. Соны өнер дегеннен кейін кейде шатастырады. Біз бұл мәселе жөнінде облыс әкімінің атына хат жаздық. Мен ойлаймын, ол кісі бұл жағдайға көңіл аударады. Келешекте бұл керек нәрсеге біз мәдениетті өз деңгейінде дамыту үшін болатын болса, тиісті мамандар дайындау мәселесі, және соған сәйкес бір оқу орнын ашу. Бұл шешуге болатын жағдай. Екінші бір мәселе, Бауыржан Момышұлы мен Шерхан Мұртаза музейлерінің жол ауданының елді мекендерінде қалып, қазір жолдың тысқары айналып кетуіне байланысты елдің көпшіліктері не өйерге соға алмайды, соғуға баруға кедергілер жасады. Сондықтан біздің кеңестің мүшелері ұсыныс жасаған болатын. Біз оны облыс әкіміне жолдадық. Осы мүмкіндігінен әрине бірден емес, осы үлкен айналмалы жолдың бойына ашық музей болмаса, тиісті музей ашу мәселесі. Мен осыған көңіл аудару керек қой деймін. Енді үшінші бір мәселе, әрине біз халықпен байланысты нығайтуымыз үшін әлеуметтік желіні күшейтуіміз керек. Бұл салада алдағы жұмыстың үлкен бір жақсы, рахмет сізге. Мынау жақсы жауап болды. Ереке, мынау енді өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, қоғамдық қабылдау туралы айттыңыз. Мынау қазір халық тығырыққа тірелсе, әкімдікке барады, немесе телеарнаға келеді, немесе партияға барады. Оны күнделікті көріп жүрміз ғой. Өзіңіз айына, немесе аптасына, жылына қабылдайсыз ба адамдарды? Қабылдаған кейін оған қаншалықты жауап бересіздер ары қарай? Енді Аманат партиясының өзінің ішкі регламентіне байланысты депутаттардың барлықтары белгілі бір уақытқа жаңа қабылдау жасалған. Мен осы бір жылдың ішінде мынау ресми статистика бойынша 4 қоғамдық қабылдау өткізген екем. 9 адам. Енді дұрыс айтасыз, тығырыққа тірелгенде келетін азаматтардың енді 100% болмаса да 90%
материалдық мәселемен келеді, қаржылық мәселемен келеді, баспана мәселесімен келеді, болмаса жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандар сол мүгедектікке тапсыратын жаңа пособиясына байланысты, освидетельствосына байланысты келеді. Яғни енді менің қабылдауымда сол ресми қабылдауларда болғандардың басым көпшілігі ол осы жаңағы не өзі мүмкіндігі шектеулі жан, не мүмкіндігі шектеулі баласы бар, болмаса баспанасы жоқ, болмаса қыс ауасында жағатын көмірі жоқ, тамағы жоқ, балаларының мектепке киімі жоқ деген сияқты сондай әлеуметтік әлжуаз топтағы азаматтар келеді. Олар өте, олардың енді барлықтарының мәселесі материалдық тұрғыда шешіп мүмкін емес. Әрине көп жағдайда біз маман ретінде кеңес береміз. Мысалы енді соңғы бір мысал келтіретін болсам, маған осы Жамбыл ауданынан Қаратауға бірақ көшіп барған жалғыз басты ана, енді отбасылық жағдайына байланысты енді жолдасымен айырылысып кеткен 6 бала шағасы бар. Балалардың барлықтары 1,5 жастан бастап 9 жасқа дейін аралықта. Сол кісінің баспанасына қатысты мәселені біз кішкене бір реттеп беруге тырыстық, бір жұмыс мәселесін ұсындық, және ол кісінің 3 баласы мектеп жасында екен, соны мына оқу жылы аяқталғаннан кейін Нұрғиса Тілендиев атындағы мектеп-интернатқа орналастырып, сол әлеуметтік мәселесін сондай енді қолымыз жеткен жерде, мүмкіндігіміз болған жерде шешуге тырысамыз. Заңнамалық түйткілі бар, болмаса бір үлкен қаржының қажет нәрсе, енді ол кезде кеңес берумен, мысалы заңгерлерді, кейбіреулер мысалы мынау ажырасу процесіне қатысты келеді, кейбіреулер жаңағы мынау жол жүру билеттеріне льготный мәселе келеді, кейбіреулер мынау ауыр жұмыстан жеңіл жұмысқа ауыстыру туралы заводтың басшысына мысалы бір қызметкер болды. Сондай мәселе, бірақ басым көпшілігі әлжуаз топтар осы партияны паналап келеді. Мен ойлаймын, ол ондай топтарды болған әрине ол өкінішке орай, бірақ солардың партияны паналап келетіндігі, мен ойлаймын, партияға деген қарапайым біздің тұрғындардың тарапынан сенім мен үміттің бар екендігінің барометрі ғой деймін. Жақсы, рахмет. Енді бізге құрметті қонақтар, бізге берілген уақыт шектеулі, сондықтан қорытындыласақ, қысқа нұсқа енді партияның жалпы атқарып жатқан жұмысын естідік. Жұмыс бар, ол көрініп те жатыр. Енді одан ары қарай жұмысты жетілдіру үшін бір ауыз сөзбен дауландықпайыншы. Биылғы мақсат, меже не істеуіміз керек? Биылғы мақсат негізгі айтып өткен жол картасында 47 нысанның құрылысын бастау. Оның тиісті жаңағы сапасы бар, басқа ұйымдастыру жұмыстары бар, соны бақылауға іске атсалысу. Сонымен қатар жаңа Ерлан Сабенұлы айтып өтті, жалпы қоғамдық қабыл өткен жылы бізге 4600-ден астам адам қайырылған екен түрлі мәселемен. Соның 61%-ін біз оң шешілуіне атсалыстық. Былай қарап отырсаңыздар, мысалы акиматқа барған, басқа бір органдарға барған, ішкі істер басын, басқа да халыққа әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінде болсын, болмайтын бір мәселені, адами фактор дейді ғой, соны кейде қағаз бидолыққа, сөз бидолға жіберіп, бір мекеме, екінші мекемеге жіберу мәселесі көп орын алды. Соны бір мәселені түгел, депутаттарға да рахмет, ат салысып түгел сол азаматтың мәселесін шешпейінше осы түгел ат салысып келе жатыр. Бұнда енді әкімдіктерге кішкене бір қайықта болдыңыз, не мәселе, сонда былай қарап отырсаңыз шешуге болатын мәселе. Одан кейін енді біз осы сайлау уақытысында халықтан аманатта жинадық. Біз 800-ден аса аманат түскен болатын. Ол негізгі бағытымыз осы халықтың аманатын іске асыруға үлес қосу. Бұл енді біздің жалпы аманаттан сайланған депутаттардың алдында тұрған негізгі мақсат. Сонымен қатар осы биылғы жылда ауыл аманаты, жер аманаты, қарсыз қоғам жобаларын іске асыру негізгі мақсатымыз осы. Алдағы уақытта біз енді нақты істер партиясы болғандықтан біз сөз бидаға болмаса жаңағыдай жалған ұран, жалпақ сөзге аулақпыз. Нақты есігіміз ашық, кез келген мәселені тыңдауға, оны жергілікті атқарушы органдар тіпті мынау қазір мүмкіндікті отыр, өзіміздің парламенттің, біздің фракцияның заң жобалары талқылануда, мысалы мемлекеттік сатып алу болсын, құрылысқа қатысты болсын, жаңағыдай түрлі саладағы заңдылықтар қазір президенттің тапсырмасына сәйкес іске асып жатыр ғой. Соны енді біз тікелей осы өзіміздің депутаттардың халықтың ұсынысын ескере отырып, өзіміздің заң жобасына ұсыныстарымызды жолдай алатын бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, рахмет. Асқар Бекәділұлы, қысқа нұсқа партияның жұмысын одан ары жетілдіру үшін не істеуіміз керек? Енді мирас қоғамдық кеңесінің жұмысын жетілдіру үшін біз кеңес мүшелерімен келісе отырып, алдағы уақыттарда мүмкіндігіне қарай мынау неге
көтерілетін мәселелерді жергілікті жерлерге шығару мәселесі. Бұл тек облыста отырып қана аудан елді мекендер мәселесін шешу қиын, сондықтан бұлардың көбінесе выездной заседание дейді ғой, соған үлкен көңіл бөлу керек қой деп ойлаймыз. Ол екінші үлкен мәселе бізде азаматтық қоғам дамытуға байланысты мәселелерді көбірек шығарғанымыз дұрыс қой деп ойлап отырмыз. Жақсы, рахмет. Елмира Елеусізі, өзіңіз мынау биылғы мақсат меже қалай, қандай не жоспарлар бар, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Бізде енді жалпы алатын болса, Тараз қалалық мәслихатының депутаты болғаннан кейін алда көптеген шешілмеген мәселелер бар. Мен енді өзім 11-ші сайлау аумағынан сайланғандықтан қазіргі таңда жігер проектировщик Рассвет саяжайынан сол жақтан мен сайланған болатын, сол кісілердің тарапынан көптеген ұсыныстар түсіп, енді биылғы жылы футбол алаңшасының орны ауыстырылып, және де балалар ойын алаңшасы салынайын деп жатыр. Сонымен қатар жол жөндеу жұмыстары, көшелерді жарықтандыру, сонымен қатар асфальттау жұмыстары біразы қолға алынып, сол мен жоғарыда айтып өтірген саяжайдағы 7 көшеге былтыр жарықтандыру жұмыстары жүргізілді, және де жолдары, тротуарлар салынып, қазіргі таңдағы өзіміздің сайлауалды бағдарламамыздағы ұсынған бағдарламамыз бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Рахмет, Ереке. Енді біздің осы таяу алда тұрған мақсаттардың бірі, бұл мынау Жамбыл Байзақ ауданының 14 елді мекені Тараз қаласының аумағына кірді. Ол тұрғындардың барлықтарын Тараз қаласы, ол ішінде әлеуметтік нысандар бар. Солардың осы қалалық тұрғынға айналуындағы бірлі жарым объективті, субъективті біраз сұрақтар өте көп. Біз қазір сонымен айналысып жатырмыз. Екінші мәселе, дәл осы депутаттық корпус, біз қазір ауданда бар, облыстық деңгейде бар. Біз 24-26 бюджетті бекіттік. Яғни осы бюджеттің орындалуын жіті қадағалану керек, себебі жоғарыда айтып кеттім, әлеуметтік нысандар бар, құрылыс бар, бөлінетін қаражат аз емес. Ал біздің облыстың әлеуеті жоғары емес. Біз трансфертке мұқтаж, трансфертке жаңағы байлаулы облыспыз. Сол себепті сол қаражатты ұқсатып жұмсау мәселесі кенжелеп қалмау керек. Себебі құрылыстардың сапасы өте төмен болып қалған, халықтың талабынан ең үлкен айтылатын сынның біреуі. Сол себепті ол депутаттық бола ма, партиялық бола ма, қоғамдық бақылау бола ма, біздің барлығымыздың соны дұрыс жетер жеріне жеткізіп, қоғамның елдің игілігіне жұмсап, соның әрбір тиынына дейін жететін жеріне жеткізу мәселесіне бәріміз мүдделі болуымыз керек деп ойлаймын. Алдағы мақсат осы 24-26-ның ең жоқ дегенде бюджеттің аясындағы көзделген, қойылған қаражаттардың дұрыс игерілуіне бақылауды дұрыстау керек. Рахмет. Әрине, құрметті қонақтар, партия жұмысы ауқымды, оны бір осы жарты сағатқа сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан бүгін жалпы біздің көрермендер соның бір парасымен, бір бөлігімен таныс болды деп ойлаймыз. Сіздердің де алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, қоғам талқылау алаңының бүгінгі саны өз мәресіне жетті. Келесі хабарда кездескенше тұғырымыз берік, байрағымыз биік болғай.